Әбілқайыр хан қазақ хандарының ішінде топ 20-ға кіреді ме? Әрине кіреді. Топ 10. Топ 10-ға мен кіргіземін деп ойлаймын. Әбілқайыр өте көп іс жасады. Біз оны көп жағдайда жаман түрде қарастырамыз, бірақ кіші жүздің ханы Әбілқайыр қазақ хандығы үшін ең көп іс-әрекет жасаған тұлғалардың бірі. Өйткені қазақтар мен жоңғарлардың арасын соғыста ең үлкен импакт берген, үлкен соғыстарда қолбасшылық жасаған, барлық осы Аңырақай болсын, оған дейінгі Бұланты болсын, бүкіл шайқастарда үлкен жеңіске әкелген басты тұлға ол Әбілқайыр болып табылады. Сол себепті де осы істер үшін мен топ 10-ға кіргізе аламын. Ал Қасым хан қазақ хандарының ішінде топ 20-ға кіреді ме? Әрине. Ал топ 10-ға? Кіреді. Топ 5? Топ 5-ке де кіреді. Топ 3? Топ 3-ке кіргіземін. Топ 1? Мен үшін Қасым хан ең үздік хан. Ол қазақ хандығының нағыз үлкен мықты мемлекетке айналуының себепкері осы Қасым хан болып табылады. Қасым хан, мысалы, оған дейін қазақ хандығы өте шағын және аймақтық жағынан әлсіз мемлекет болса, Қасым ханнан кейін қазақ хандығымен барлығы теңесе бастады, қазақ хандығын барлығы всерьез қабылдай бастады. Сол себепті де Қасым хан қазақ хандығының болашақ фундаментінің негізін қалаушысы. Сол себепті де ол алғашқы заңдар шығарды қазақ хандығының ішіндегі, және де мемлекетті ең мықты көшпелі мемлекеттердің қатарына қосқан болатын. Сол себепті Қасым ханды біз топ 1-ге мен қоямын. Қайып хан қазақ хандарының ішінде топ 20-ға кіреді ме? Кіргіземін деп ойлаймын. Өйткені ары қарай оңға кіргізбеймін. Қайып хан маңызды хандардың бірі, ол жайдан жай Тәукенің мирасқоры болған жоқ. Маңызды момент мында ол Тәукенің баласы емес. Билікті жайдан жай бүкіл 300 хандығын алған жоқ, бірақ өте көп қателіктердің кесірінен осы жоңғарлардан көп жеңілістер тапқан болатын. Сол себепті де оған дейін жиналған бүкіл авторитетін жоғалтады. Атак Қайып 20-ға қосуға болады деп ойлаймын. Өйткені қазақ хандығының өзінде аз хандар болды. Вот 20-ға кіреді. Ал Тұрсын хан қазақ хандарының ішінде топ 20-ға кіре алады ма? Иә, Тұрсынды мен точно қоса аламын. Көбісі Тұрсынды есімнің жауы деп айтады. Мен арғай топ 10-ға кірмейді әрине де, бірақ Тұрсын есіммен конфронтация жасаса да, ол қазақ бұхар соғысында өте үлкен көмек жасаған тұлғалардың бірі. Оның бастамасымен мысалға Иманқұл бастаған бұхар әскерін талқандаған болатын. Сол жеңістен кейін Тұрсын нағыз бүкіл қазақ хандығының ханы болуына үміткер болды, есімді жығыстырып, бірақ ақыр аяғында жеңіліс табады.